Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен творог қосып жасалатын дәмді пирогты бірге жасап көретін боламыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Сары майымызды салып аламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қопсытқышымызды саламыз. Қантымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеген кезде қатты мұжғылаудың қажеті жоқ. Қамырымыз видеодағыдай болу қажет. Барлығын біріктіріп, қамыр илеудің қажеті жоқ. Дәл осылай шашыраңқы қамыр түрі пайда болу қажет. Қамырларыңыз дәл осындай болып шығу қажет. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізді салып аламыз. Ең алдымен осылай шаншқының көмегімен кішкене езіп жібереміз. Қантымызды, жұмыртқамызды салып, шаншқының көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Салмамызды 10 минут аралығында бір шетке қоя тұрамыз. Ол аралықта қазір біз қамырымызды дайындап алатын боламыз. Ал енді табамызға пергамент қағазын немесе мен сияқты силиконды форма немесе маймен астын майлап, кез келген орташа формадағы дәл осындай формаларды пайдалансаңыздар болады. Жаңағы дайындап алған қамырларымызды бір келке етіп жайып, астына салып шығатын боламыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін алып қоямыз. Оны қазір біз бетіне сәндегенге қолданамыз. Осылай қасықтың көмегімен қатты баспайсыздар, кішкене қамырларыңызды тегістеп шығасыздар. Қамырларымызды тегістеп алдық. Енді 10 минутқа қойып қойған сүзбемізді алып, осылай қамырымыздың үстінен салып, лопатканың көмегімен тегістеп жайып шығатын боламыз. Жаңағы бір шетке алып қойған қамырымыздың жартысын енді осы сүзбеміздің үстінен бір келке етіп, сеуіп, жайып шығатын боламыз. Пирогтарыңызды үлкен етіп пісіргілеріңіз келсе, дәл осы рецепті 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Бетін қатты баспай, жаңағыдай қасықтың көмегімен кішкене тегістеп алатын боламыз. Пирогымызды жартылай дайындап алдық. Енді қызып тұрған пеште 45-50 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Дәл осындай видеода көрсетілгендей етіп, кішкене бетін қызартып, пісіріп алатын боламыз. Өте нәзік, әрі дәмді біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, ортасы толық піскен. Дәл осылай сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.